Сөз депутат Каппарова Айгүл Жарылқасынқызына беріледі. Рахмет, құрметті Мәулен Сағатханұлы. Біздің депутаттық сауалымыз Қазақстан Республикасының премьер-министріне жолданады. Біздің депутаттық сауал жолдауымызға Қазақстанның фермерлік жылыжайлар қауымдастығы мен дара кәсіпкерлер бірлестігі агроөндірушілерінің агроөнім экспортында және ішкі нарықта жүйелі түрде кездесіп отырған инфрақұрылымдық, институционалдық және нарықтық тосқауылдарды айтқан өтініш хаты негіз болды. Қазақстанның агроэкспорты жыл сайын өсіп келе жатса да, оның құрылымы әлі де шикізаттық сипатта. Ауыл шаруашылығы экспортының үлесі төмен, ал ішкі нарық импортқа тәуелді. 25 жылдың алғашқы 90-ында экспорт көлемі 11,9%-ға төмендеп, импорт көлемі өзгеріссіз қалған. Мұндай сауда теңгерімсіздігі әсіресе дайын өнімдер бойынша отандық өндірушілердің бәсекеге қабілеттілігін төмендетіп отыр. 20-24 жылдары ауыл шаруашылығына бөлінген 5 миллиард ақш долларына қарамастан, ауыл шаруашылығы өнеркәсібінің жалпы ішкі өнімдегі үлесі 2,5% деңгейінде қалып отыр. Мемлекеттік қолдаудың 80% ірі агрохолдингтерге тиесілі болғанымен, олардың көбі ішкі нарық пен шикізатқа бағытталған. Шағын және орта өндірушілер экспортқа шыға алмай шетте қалады. Қазақстанда ұлттық тауар өткізу жүйесі қалыптаспаған. Заманауи хабтар, қоймалар мен тоңазытқыштар жетіспейді, көтерме тарату орталықтары жобаларының жүзеге аспауы осы бағыттағы жұмыстардың жүйесіздігін көрсетеді. Мәселен, 24 жылы мол өнім жиналса да, логистикадағы түйткілдер салдарынан астықты нарыққа толық көлемде жеткізу мүмкін болмады. Баға құлдырап, фермерлер шығынға ұшырады. 25 жылы Сарыағаш станциясында 43 вагон картоп 10 күн тұрып қалып, өнім жарамсыз болып, миллиондаған шығын келді. Бұл бір реттік емес, жүйелі мәселе. Сонымен қатар агроэкспортқа кері әсері отырған маңызды факторлардың бірі контрабанда мен реэкспорт. Соңғы 5 жылда тыйым салынған өнімдерді шекарадан заңсыз өткізуге қатысты жүздеген оқиға тіркелген. Көрші елдерден, мәселен Өзбекстаннан әкелінген арзан көкөністер Қазақстанда отандық өнім ретінде рәсімделіп, Ресейге экспортталған. Бұл ел беделіне нұқсан келтіріліп, ресейлік фитосанитарлық органдардың талабынан өтелмей тыйым салуына себеп болды. Мәселен, 24 жылы Россельхознадзор қазақстандық көкөніс, жеміс, бидай импортына уақытша тыйым салды. 23 жылы пияз экспортына тыйым салу шаруаларға шығын әкелді. Бұл экспорттық саясаттың болжамсыздығын көрсетеді. Тағы бір өзекті мәселе импорттық демпинг. Қыста және көктемде Түркменстан, Қытай, Өзбекстаннан әкелінетін арзан көкөніс жергілікті өніммен бәсекеге түсіп, фермерлердің табысын азайтады. Қазақстан Евразиялық экономикалық одақ мүшесі ретінде демпингке қарсы ұлттық шараларды дербес қабылдай алмайды. Бірақ бар тетіктерді пайдалану үшін ұзақ рәсімдер мен ірі өндірушілердің бастамасы қажет. Бұл шағын фермерлер үшін қолжетімсіз ұйымдасу мен кооперация деңгейі де төмен. Ең маңыздысы ерте өнім беретін өңірлердің Сарыағаш, Жетісай, Келес аудандарының ерекше климаттық әлеуеті мемлекеттік саясатта ескерілмей отыр. Бұл өңірлерде көкөністер сәуір, маусым айларында толық пісіп үлгереді және ел нарығына бірінші болып шығуға қабілетті. Алайда дәл осы уақытта сырттан келетін өнімдер ішкі нарықты жаулап, жергілікті фермерлердің маусымдық табысына тікелей соққы болып отыр. Климаттық ерекшелікті елемеу, бәсекелестік артықшылықты ысырап етуге әкелуде. Өзбекстанда, тағы да басқа елдерде бір терезе қағидатымен экспорт рәсімделіп, сертификаттау мен логистика жеңілдетілген. Ал Қазақстанда мұндай қолдау тетіктері әлі де жетіспейді. Бұл мәселе тек аграрлық секторда ғана емес, әлеуметтік тұрақтылық, аймақтық даму және азық-түлік қауіпсіздігімен де тікелей байланысты. Сол себепті біз жоғарыда баяндалған проблемалар мен ұсыныстар негізінде үкіметтен кешенді, дәйекті, әділ шешімдер қабылдануды сұраймыз. Отандық өнімді өндіру қарқыны өсіп келеді, енді сол өнімге жол ашатын фермерге бағытталған экспорт жүйесі қажет. Ол үшін маусым кезінде ішкі нарықты қорғау мақсатында импорттық көкөністерге уақытша шектеулер енгізуді қарастыру. Экспорт пен импортқа қатысты бірыңғай алдын ала болжанатын ұзақ мерзімді ойын ережелерін бекіту, фитосанитарлық, ветеринарлық бақылау жүйесін күшейту, әсіресе оңтүстік бағыттағы импорттық өнімдерге бақылауды күшейтілу қажет. Сапа талаптарын бұзған және жалған өнім ұсынған экспорттаушылар мен импорттаушыларға қатысты жеке жауапкершілік енгізу қажет. Депутаттық сауалдың толық нұсқасы жолданады. Сауалымызға заңда белгіленген мерзімде жауап беру сұралады. Құрметпен Қаппарова, Бектаев, Бекназаров, Қатырбек. Рахмет.